Саламатсыздар ма оқушылар? Өсімдіктерге су не үшін қажет деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Өсімдіктер күн сәулесі мен көмірқышқыл газды қоректік заттарға айналдыру үшін судың маңызы зор. Су өсімдіктің өсуі үшін қажет. Судың қасиетін ескере отырып, оның маңызын айтып көрейік. Ол үшін алдымен бейнебаянға назар аударайық. Сусыз жер бетіндегі ешбір ағза тіршілік ете алмайды. Ол барлық жануарлар мен өсімдіктердің құрамына кіреді. Мысалы, қарбыздың 98%, медузаның 99% судан тұрады. Адам денесінің жалпы салмағының жартысынан астамы судың үлесіне тиеді. Адам тамақ ішпей бір айдан аса уақыт шыдай алады, ал сусыз 3 күн тұра алмайды. Жер бетінің 3-тен 2-сінен астамын су алып жатыр. Бірақ оның 98% пайдалануға жарамайтын мұхит пен теңіздің тұзды суы. Оның үстіне өндіріс орындарын, тұрмыс мұқтажын өтеуден шыққан сарқынды су, егістіктерден тыңайтқыштар мен улы заттармен уланған су, өзен, көл, жер асты суларын ластайды. Осының бәрі су қоймаларының суын қорғау қажеттігін туғызады. Жер бетіндегі барлық өсімдік біркелкі суарыла ма? Егер ол көбірек суарылса, не болар еді? Аз суарылса ше? Дұрыс айтасыздар. Өсімдіктер суды әртүрлі мөлшерде сіңіреді де, және сол табиғи ортаға бейімделеді. Эврика зерттеу жүргізуді жоспарлады. Ол тұңғиықтың тіршілік ортасы жусанның тіршілік ортасынан қалай ерекшеленетінін білгісі келді. Оған көмектесейік. Бұл өсімдіктердің ылғалды жұмсауға қалай бейімделгенін түсіндірейік. Ендеше балалар, Эврикамен бірге зерттейік. Берілген суреттердегі өсімдіктердің жоғарғы температурада өсуге қалай бейімделгенін анықтап, қорытынды жасайық. Әр өсімдіктің ылғалды сіңіру ерекшеліктерін салыстырайық. Қалай ойлайсыздар? Қай өсімдік суды көбірек үнемдейді? Жапырақ суды үнемі буландырады. Шөлге төзімді тіршілік ортасына бейімделген. Ал су өсімдіктеріне мұндай бейімділік тән емес. Егер тіршілік орта жағдайы өзгерсе, өсімдік өліп қалады. Оқушылар, ендігі кезекте өсімдік мүшесі тамырға кезек берелік. Өсімдіктердің тамырларын салыстыра отырып, олардың ерекшеліктерін анықтайық. Өсімдіктердің құрғақ және ылғалды жерлерге бейімделуін анықтайық. Құрғақ жерде өсетін өсімдіктердің тереңнен су тартатын ұзын тамырлары болады. Батпақта ылғал мол, ал тамыр топырақ бетіне жақын орналасқан. Ылғалдың артық болуынан өсімдік нашар дамиды. Оқушылар, өсімдіктің келесі мүшесі жапыраққа тоқталайық. Ол үшін экрандағы фотосуреттерді сипаттайық. Құрғақшылық жағдайында өсетін өсімдіктердің қандай ортақ белгілері бар? Олар ылғалды қалай үнемдейді? Су қорын қалай жинайды? Жапырақтың пішіні мен көлемі өсімдіктің қоршаған ортаға бейімділігінен көрсетеді. Өзен жағасында, батпақта өсетін өсімдік ылғалдың мол болуына бейімделеді. Бұл өсімдіктер су тапшылығына шыдамайды. Ыстық әрі құрғақ аймақта өсімдік бойындағы ылғал тез буланады. Ылғалды сақтау үшін кейбір өсімдіктің жапырағы жұқа балауызбен, кейбірінің жапырағы түкпен қапталады. Ал кейбір өсімдіктің жапырағы жіңішке әрі ұзын болып келеді. Өсімдіктің көбі тіршілігіне қолайсыз жағдайда жапырағына, сабағына ылғал сақтау арқылы өзін құтқарады. Шөлді және далалы аймақ өсімдіктері құрғақшылық түскенге дейін тез өседі. Олар өте қысқа уақыт ішінде жетіліп, тұқым түзеді. Мысалы, қызғалдақ сияқты өсімдіктер ерте көктемде гүлдеп, жаздың ыстық күндері жуашықтарын топыраққа жасырады. Оқушылар, 2 стақанға бұршақ өсіндісін сала отырып, зерттеу жүргізейік. Суару кестесін өзгерту өсімдікке қалай әсер етеді? Қалай ойлайсыздар?
Дұрыс айтасыздар, оқушылар. Жарық, су температурасы, ауа өзгеріссіз қалады. Ал өсімдіктің суару кестесін өзгерткен кезде сәйкесінше өсуі баяулайды. Оқулығымыздағы ойлан айдарына кезек берелік. Экрандағы суретке назар аударайық. Суреттегі қарағай мен шырша неліктен қылқан жапырақтарын түсірмей, қыс бойы жасыл болып тұрады? Жауап беру үшін қурап түсе бастаған ағаштың жапырағы мен қарағайдың қылқан жапырақтарын салыстырайық. Дұрыс, оқушылар, қылқан жапырақты өсімдіктердің ылғалды үнемдеуге және қыста жасыл күйінде қалуға бейімділігі болады. Қылқан жапырақтылар шағын аумақты қамтып, қалың қабықты балауыз жұғыны бар боп келеді. Осының бәрі булануды едәуір баяулатып, қыста өсімдіктерді қорғайды. Оқушылар, сендер білесіңдер ме, жазда дала шөптері суды үнемдеп жұмсайды. Мысалы, ыстықта бетегенің жіңішке жапырағы ылғалды үнемдеу үшін ішіне бүгіледі. Ауа ылғалды болса, қайта жайылады. Үй тапсырмасы бойынша экранда берілген кестені пайдалана отырып, жапырақтардың белгілерін тауып, өсімдіктің ерекшелігін анықтаңыздар. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта өздеріңе қандай қызықты мәліметтерді ала алдыңыздар? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.